Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады, сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ал бүгін сіздермен тауық етінен жасалған запеканка дайындайтын боламыз. Ол үшін 500 грамм тауық етін турап аламыз. Видеода көрсетілгендей 5 дана картопты чұқа етіп турау қажет. Ыдысымызды майлап алып, осылайынан картоптарды қойып шығамыз. Бетіне тауық етін салу қажет. Ыдысымызға 100 грамм сырды теркадан өткізіп, бетіне 2 дана жұмыртқаны саламыз. Үстіне 100 грамм сливкиді құйып, жарты ас қасық тұз, қара бұрыш және дәміне қарай қалауыңызша зелень салып араластырамыз. Картопымыз піспей қалуы мүмкін, сол үшін 100 грамм су құямыз және бетіне жаңағы жасаған сұйық смесімізді құямыз. Бір дана қызанағымызды алып, осылайынан видеода көрсетілгендей етіп турап, жаңағы запеканкамыздың бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Запеканканың бетін фольгамен жауып, духовкада 200 градуста 45 минут пісіру қажет. Асымызды духовкадан алып, теркадан өткізілген сырымызды салып, қайтадан 15 минутқа духовкаға салу қажет, сонда беті қызарып, әдемі болып шығады. Асымыз дайын болды. Ас болсын. Егер рецепт ұнаған болса, комментарий қалдыра кетіңіз.